Жаннаттағы әйел. Күйеуі өзіне разы болған күйде қайтыс болған әйел жаннатқа кіреді. Хадиске түсіндірме. Әрбір мүміннің асыл мұраты Алланың разылығына бөлену, ал Алланың разылығына бөлену үшін арнайы орындалатын амалдар мен жасалатын себептер бар. Біз мұны Құран мен пайғамбар хадистеріне үйренеміз. Алла тағала Құранда олар өздері мұқтаж бола тұра Алланың разылығына бөлену үшін алдымен пахра, міскінді, жетімді және тұтқынды тамақтандырады деп баяндайды. Яғни шынайы ықыласпен пахыр, міскінді, жетімді және тұтқындарды тамақтандыру Алланың разылығына бөлейтін игі істердің болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде күллі әлемді құдіретімен шыр айналдырған жаратқан иені разы қылудың жолы ата-ананың ризашылығын алуда деген. Яғни ата-ананың ризашылығын алу Алланың разылығына бөленуге себеп болады. Сол секілді әйел кісінің күйеуіне бойсынуы да Алланың разылығына бөленуіне себеп болатын адамның амалдардың бірі. Алла тағала сүйікті пайғамбары арқылы күйеуінің разылығына бөленген күйден қайтыс болған әйелдің жаннаттық екенін сүйіншілеуде. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам заманында ділмарлығымен, батырлығымен аты шыққан Язид қызы Асма есімді әйел кісі болатын. Бір күні сахаба ханымдар ақылдасы келе Асманы көкейде жүрген сұрақтарына жауап алу үшін пайғамбарымызға жіберуге ұйғарады. Әзірет Асма бұған келісім беріп, ардақты пайғамбарымыздың хұзурына келеді. Сөзін былай деп бастайды: «Уа Расулалла, ата-анам сенің жолыңда құрбан болсын. Әйелдер мені сізге сұрақпен жіберді. Алла тағала сізді қияметке дейін келіп кетер ер мен әйел қауымына пайғамбар етіп жібергеніне еш күмән жоқ. Біз әйелдер қауымы да Алла мен елшісіне иман келтірдік. Уа Алланың елшісі, ерлер қауымы түстің адамы болса, біз әйелдер қауымы көбіне үй шаруасымен шұғылданамыз. 9 ай 10 күн толғатып дүниеге бала әкелеміз. Бала тербелеп отағасының да көңілін табуға тырысамыз. Сіздер алыс сапарға шыққан кезде үйде бала шаға мен мал дүниеңізге бас көз болатында біз. Сіздер жамағатпен жұма намазын оқып, жаназаға қатысасыздар, науқасты зиярат етіп, ешбір кедергісіз бірнеше мәрте қажылықтар жасайсыз. Ел басына күн туған жағдайда Алла жолына майданға аттанасыз. Осылайша көптеген игі істер жасау арқылы сауапқа кенелуге бізден озып жатқан жағдайыңыз бар. Ендеше біз де сіздер секілді осындай мол сауапқа кенелгіміз келеді. Оның жолы қандай?» дейді. Әзірет Асманың сөзін мұқият тыңдаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанындағы сахабаларын бұрылып, діни бір мәселеге қатысты өзінің сұрағын дәл осылай жеткізе білген басқа бір әйелді көрдіңдер ме дейді. Сахабалар да таңдансып жасыра алмай таңдай қағады. Пайғамбарымыз әзірет Асмаға: «Сені осы жерге жіберген әйел кісілерге айта бар. Әйелдің күйеуімен жақсы қарым-қатынас жасап, оған бойсыну арқылы разылығын алуға тырысуы сауап тұрғысынан жаңағы айтқан игі істердің бәрінен тең» дейді. Мұндай жауапты естіген әзірет Асма қуанышы қойнына сыймай «Ла илаха иллаллах», яғни Алладан басқа тәңір жоқ деп Алланы ұлықтаған күй әйел сахабалар отырған жаққа қарай асыға жөнеледі. Бұл оқиғадан әйел кісінің үй шаруасына мұқияттылық танытып, күйеуіне бағыну арқылы сауап тұрғысынан онымен тең дәрежеде болатынын аңғарамыз. Сондай-ақ әйел кісі күйеуінің разылығына ие болатын болса, Алла нәсіп етсе, жаннатқа кіреді. Әрине, әйел адам үшін бұл жолда үлкен сабыр қажет. Әрбір ісінде үнемі Алланың разылығын көздеп, бақытты отбасы болуға тырысқаны жөн. Күйеуін бақытты ете білген әйелдің өзі де бақытты ғұмыр кешеді. Әйел кісі күйеуіне бойсынып, күйеуінде бақытты етуіме дүние және ақырет бақытына жол ашады. Фәни дүниеде басталған бақытының мәңгі жалғасуына себепші болады. Алла тағала баршамызға жәннат нәсіп етсін. Ерлі зайыпты жандарға сабыр мен екі дүниенің бақытын сыйласын.